Сәлем оқырман. Бүгін Диананың туған күні болса керек. Қызымыз жылап отыр, ал Хама болса өзімен өзі басқалармен басқа туған күн тойлауда. Екеуіне не болды? Тым жақсы жүреді де, одан айырылысады қайта-қайта. Әдетке айналып кеткендей. Хама құттықтауға келмесе де, бірге түскен суреттерін Диана жүктеп қойыпты ғой. Диананы құттықтауға Ақтөре мен Асем Қасымхан келді. Асем Диананы жұбатып қояды, жылама деп. Ендігі екеуі де, Диана да, Хама да өз ойларын желіде жеткізді. Диана жылап өзін кінәлауда, бүйткен туған күні құрсын дейді. Мен бәріне кейде өзім кінәлімін ба деп ойлап қаламын. Ойлап қалмаймын, кінәлімін, негізі шыны керек. Ал Хама туған күнде қайғырып отырғандай болды. Қайта қайталанғанын айтты, неге осылай деп қояды. Және желіде жазған екен. Соңғы кездері не істерімді білмей жүрмін. Басым қатып кетті, шыны керек әп-әдемі болып жүр едік. Көз тиді ма, сөз тиді ма білмеймін, быт-шыт боп кетті ғой. Или арамызда гордость қатты рөл ойнап жүрме. В общем, секс 3 боп кетті. Ән айтып айқайлап іштегіні шығарғым кеп тұр, дейді Хама. Екеуіне тезіретіп үйлену керек секілді, мүмкін сол кезде басылады. Бір-біріне көніп қалар деген ойдамын. Әлде үйленуге деген ойлары да жоқ па? Алдыңғы кездері Диана Астанаға кетіп, ендігі бәрі бітті деп жатыр еді. Бірақ оған қарамастан Хама қайтарып алған еді қызды. Алматыға керден көшіртіп көреміз, енді не болатын. Не күтетінімізді білмейміз, бүгін бірге, ертең жоқ. Ақтөре мен Асем жарайсындар, қиын керек кезде қолдап жатқандарыңыз үшін. Хамырда келіп құттықтар деген ойдамыз енді. Ал көрерменнің пікіріне көшейік. Жігітіңіз қайда? Келмеді де, құттықтамады да. Оның достары келді, бірақ ол келмеді. Съемка күндіз болған Хамамен бірге. Хама басқа біреудің туған күнін тойлап жүр, Ақтөре қызымен құттықтап келген. Хаманың парақшасында бұл фотолар. Жоқ, Диана жылап жүр. Тук түсінсем. Бұйырмасын. Қаламайсың ба қызды, суретке неге түсесіз? Үміт бермей кетіңіз, адам жүрегін айнытпай. Дос ретінде де құттықтауға жарамаған адам, мына характермен семья бола алмайсыз ешкіммен. Көзінің жасын ұстап үйрен. Жылағанды сала берме сторискеге. Кінәң бар ма, кешірімді бол. Звонда жүрген жерінде айтып кінәлі болсан. Ана әрдайым кешірімді болмаса, бақытты болмайды да, байданда жігіттен де айырыласын, бәрін көріп отырған дейді оқырман. Бұндай туған күннің болғаннан болмағаны